Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі сәнді өрілген повязканың тігілу жолын көрсетемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, видеоны қарамас бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 бірдей матамыздың ұзындықтарын 46 см, енін 8 см етіп қиып аламыз. Кіші матамызды ұзындығы 30 см, ені 7 см етіп қиып аламыз. Ал резинамыз 15 см болу керек. Ең алдымен 3 бірдей матамызды оң жақтарын бір-біріне беттестіріп, ұзына бойы машинкамен тігіп шығамыз. Достар, сіздерде машинка болмаса, қолмен де тігуге болады. Мінекей тігіп алдық. Енді осыны оң жағына қарай аударамыз. Енді 3 бірдей матамызды осылай бір-бірінен біріктіріп, осы жерінен машинкамен тігіп шығамыз. Тігіп болған соң матамызды тура шашты өрген сияқты етіп өріп аламыз соңына дейін. Мінекей өріп шықтық. Енді екінші жағын машинкамен тігіп шығамыз. Сосын кішкентай бөлік матамызды екіге бүктеп, ұзына бойы тігіп аламыз. Оң жағына қарай аударамыз. Сосын осы матаның ішіне резинкамызды саламыз. Және бір шетін резинкамен қосып, машинкамен тігіп аламыз. Резинкамызды келесі жағына шығарып, ол жағында машинкамен тігіп аламыз. Енді повязкамыздың үстіңгі жағына резинкамызды қойып, осылай екі жағынан қайырып, машинкамен тігіп шығамыз. Артық жерлерін осылай қайшымен қиып тастаймыз. Сосын резинкамыздың келесі жағын тігеміз. Мінекей біздің повязкамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Баста сырғып кетпей, жақсы ұстап тұрады. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Алда тағы да пайдалы видеолар күтіңіздер.